Ассаламуалейкум қазақ елі, біз дәл қазір Қапшағай қаласына жолға шықпақпыз. Ол жерде өмірдің талай қиыншылықтарын көріп, талай сынақтарына төзіп өмір сүріп келе жатқан 4 баланың әкесі Саят деген бауырымыз тұрады. Мақсатымыз ол жігітке не керек, қандай көмек бере аламыз, тұрмыс тіршілігін көрейік. Жүріңіздер. Өзіңіздің клиенттеріңіз бар ғой, Бар, Сіз іздеп келетін шығар қазір, іздейді. Не жасай аласыз? Ходовка жасайтын, машина пештерін жасайтын. Қазір күн салқындады ғой күзде. Пештер қазір салқындады, жылытпай жатыр. Енді пеш ауыстырып жасап бергені, ол бір 20-25 мың теңгенің жұмысы ол қымбат. Халыққа қымбат ол. Кезінде мен шиномонтажда жұмыс істедім, 2 жыл жұмыс істедім. Соны қайтадан көрсем бе дедім. Неғып көрмедіңіз, енді бөлек шығып көрмедіңіз бе? Оған қазір қаражатым келмей тұр. Жаңағы арендаға алатын шиномонтаж күніз 70 мың теңге сұрап отыр. Одан кейін бұл 70 мыңнан бөлек, бұл депозит 200 мың теңге сұрап отыр. Алдын ала төлем жасау керек. Алдын ала төлем жасау керек, страховка ретінде. Оған сізде болмай тұр, Оған ақша да болмай тұр. Одан кейін оған материал сатып алу керек. Материалдың өзіне бір 150 мың теңге керек. Отбасым бар, 4 балам бар, әйелім бар. Кіші балам 2 жаста ол, оған әйелім қарап отыр үйде. Ол жұмысқа шыға алмайды әлі. Өзіміз жалдамалы үйде тұрамыз. Саят жалдамалы үйде тұрады, 4 бала шағасы бар, мектепте оқиды. Тапқан табыс тек ішіп жемнен артылмайды. Ойнатқысы келеді, қыдыртқысы келеді, бірақ жетпейді. Енді Қапшағайда бұдан басқа не жұмыс бар екен? Қапшағайда көп жұмыс орын жоқ. Қапшағайда в основном казиноға мен жұмыс істегім келмейді. Харам жері болған соң мен ондай жерге барғым келмейді. Нағыз қазақтың болмысы осы ғой, негізі байқайсыздар ма? Казиноға барып жұмыс істегісі келмейді. Бала шағасын өзінің маңдай терімен тапқан адал нәпақасымен ризықтандырғысы келіп тұр. Саятты осы үшін де жақсы көруге болады ғой. Қараңыздаршы. Бұл Қапшағайда қанша халық бар? Мен білуімше Қапшағайда бір 61 мың адам бар ғой. 61 мың адам болса, көлік көп деген сөз. Көлік көп, такси көп. Такси көп, бір 60-70% таксистер ол. Онда жаңағы шиномонтаж ашатын болса, ол жүріп кетуі керек негізі, Негізі жүріп кету керек, Қала халқы Алматыға ағылып жұмыс істейді. Қапшағайда көлік көп деген сөз. Ал енді олар көлігінің дөңгелектерін қайда жасатады? Алматыда емес қой, әрине. Қапшағайда арзанға жасатқысы келеді. Осыны ойлайтын болсақ, меніңше Саят бауырымыздың жұмысы жүріп кететін сияқты. Сіз сөйлестіңіз ба жалпы арендаға беретін жерлермен? Қай жерде бар? Ыңғайлы жер бар ма? Ыңғайлы жер бар, бұл үйдің жанында. Бар, Бар, Қазір бос. Қазір бос, Енді қараңыз, біз сізге сол шиномонтажды арендаға алып берсек. Одан кейін ішінде керекті инструменттер өзінің ішінде бар шығар, жетпеген тағы қоса алып берсек. Жұмыс істей аласыз ба? Тұрмысамыз ғой, біз. Жұмыс істей аласыз, Бізге қараңыз, мен жұмыс істей алмаймын, ертең кішкене сәл басында жүрмеуі мүмкін ғой. Сәл шыдап беретіндей, аяқ ары қарайда жұмыс істеп дамып кетемін дейтін болсаңыз, біз сізге көмектесуге дайынбыз. Бола ма? Болады. Тағы не істеуге болады ол жерде қосымша? Ол дөңгелектің жыртылған жерін жамап беру. Жамай аласыз, Жамай аламыз. Сосын? Балансировкасын жасап беру. Колодка ауыстырып беру. Майда шүйде жұмыстарын, жерде жасай алатын жұмыстарды сол жерде істеуге болады. Табысы қалай болады оның? Мысалы, бір машиненің дөңгелегін қазір қыс келе жатыр, ауыстыру қанша теңге? Шешіп салып бергенмен, бәрін орнына салып бергенмен, бәрін дұрыстап 1000 теңге болады. Бір дөңгелек. Бір дөңгелек. Ал бір көліктің 4 дөңгелегін ауыстыратын болса? 4 дөңгелеге 4000 теңге. 4000 теңге, Бір күнде қанша көліктің дөңгелегін ауыстыруға болады шамамен? Шамамен егер жақсы жасаңыз, 5 машина, 6 машина жасайсың. Бір күнде ма? Бір күнде. 4-5-20 мың теңге, 20 мың теңге табуға болады. Кемінде. Жақсы, онда былай істейік. Жаңағы арендаға беретін жермен сөйлесейік. Егер келісіп жататын болса, біз сізге алып берейік та, бастапқы 3-4 айныкін, 2-3 айныкін ба төлеп берейік. Жетпеген аппараттарын алайық. Сосын бисмилля айтып жұмыс бастап көрейік. Оған дайынсыз ба, Дайын. Иншалла. Қадірменді ағайын, біз мына жерді таптық. Ішіне кіріп өзіміздің машиненің дөңгелегін
жасап көрдік, құрал саймандардың барлығы жұмыс істеп тұр, е? Барлығы кішкене жаңалау сияқты, ішінде бірақ біраз уақыт жұмыс істемей тұрып қалған сияқты бұл жер, е? Біраз уақыт, бір жылдай болды бұл істемегенде. Қаншаға береміз деді? Айына 50 мың теңге деді. Бір 3-4 ай 50 мың теңгемен, қыс түскенге дейін 50 мың теңгемен жұмыс істеуіңе болады дейді. Енді бұл жер сізге ұнап тұр, е? Ұнап тұр, жұмыс істеуге болады. Міне, сыртында ешқандай жазулар жоқ. Жазуларын іліп, кейбір құрал саймандарды алатын болсақ, нелер жоқ болып тұр қазір бізде? Домкрат жоқ. 3-4 домкрат керек. Кілт саймандар, набор кілттер керек. Бұл жерде бір домкрат бар екен, бір ғана домкрат бар, оның өзі бір жағында қисайып тұр. Солардың барлығы сізге алып берсек, алдын ала енді сізде қазір қолыңызда қаражат жоқ қой, сондықтан да жаңағы депозитін төлеп берсек, жұмыс істеп кете аласыз ғой, ертең жұмысқа шыға аласыз ба? Шыға аласыз, е? Құрметті достар, міне барлығын өздеріңіз көріп отырсыздар. Шиномонтажды таптық, ішіне құрал саймандары бар, енді оны толықтырып, алдын ала арендасын беріп, депозитіне құйып, Саят бауырымызға тапсыратын болсақ, жұмыс істеуге Сәкең дайын. Қане қазақ елі, бүгіннен бастап сборды ашық деп жариялаймыз. 100 теңгеден, 200 теңгеден осы бір аптаның ішінде қаражатты жинап, иншалла бір аптаның ішінде Саят бауырымызға осы шиномонтажды алып береміз деген үміттемін. Қане, ат салсайық бауырлар.